Қайырлы күн, YouTube арнамы оқырмандары, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік баршаңызға. Бүгін сіздерге арнайы қорқыныш тақырыбы жайлы ақпарат бергім келіп тұр. Себебі кейінгі кезде маған келіп жатқан әрбір клиенттің бойында қорқыныш бар, тревожный состояниеда. Жаңағыдай көп үрейленемін, сенімсізбін, уайымдай берейін әр нәрсені деген мәселемен келіп жатқаннан кейін осы тақырыпты сіздерге сөзге тиек етуге, осы тақырыпты кеңінен сіздерге ашып бергім келді. Осы тақырып қорқыныш тақырыбы жайлы психологиялық неше түрлі практикалар да бар, техникалар да бар. Сол техникаларды жасау арқылы сіздің өміріңізге кішкентай да болсын бір септігін тигізсем деген ниетпен сіздердің алдыларыңызға шығып отырмын. Егер де сіздің бойыңызда осындай мәселелер болып жатса, міндетті түрде өміріңізге қолданып көріңіз. Алла жеңілдігін берсін дегім келеді. Мүмкіндігінше лайк басып, комментарий жазып, егер де жақын туыстарыңыз болып жатса, жақындарыңыз болып жатса, осындай бойында үрейі бар, қорқынышы бар адамдар болып жатса, жақындарыңызға жіберіп қойсаңыздар тіпті абзалырақ болар еді. Ондай болса, бүгінгі негізгі тақырыбымызды бастайық. Қорқыныш дегеніміз не? Бұл қорқыныш әрине жақсы нәрсе емес. Қорқыныш бейсаналы түрде біздің денемізде, тәнімізде, жанымызда, миымызда қайта триггерлейт етіп бізді қорқытып отыратын, сондай адамның денесін үрейлендіретін, адамның бойын жаңағыдай кері әсерін беретін, бізді өсуге емес, керісінше бізді төменге қарай, төменгі вибрацияға түсіріп тастайтын өте үлкен бір қиын мәселе. Ол өзімізден тыс болып жатқан дүниеді. Сол себепті бұндай нәрсені өмірімізге Алла сақтасын, алып келмей ақ та қойсын, болмай ақ та қойсын. Егер де осындай мәселе бойыңызда болып жатса, балаңыздың бойында болып жатса, міндетті түрде оны жасайтын, оны жеңетін, оны жеңіл кетіріп тастайтын терең терапиялық сеанстар бар екен сіздерге айтқым келеді. Міндетті түрде өмірлеріңізге Алла қаласа қолданасыздар. Жекеме жазсаңыздар, мен сіздерге бұдан да жаңағыдай тереңірек түсіндіріп беретін боламын. Енді бұл қорқыныш бізді әрине жұмыс істеген кезде біз өзіміздің күшімізді жаңағыдай қайтара алмай қаламыз. Әсіресе қорқынышпен жүрген кезде біздің бойымызда жаңағыдай күш-қуат сарқылып қалады. Қайта біз қорқа бергеннен кейін біздің бойымыздағы энергиямыздың таусылғаны соншалықты жаңағыдай келесі вибрацияға, жақсы қуану, көңіл күй көтерілуі деген вибрацияға шығуымыз әлде қайда шыны керек қиын болып кетеді. Осындай қиын жағдайдан шығатын жолдар әрине жаңа айтып өттім, өте көп. Жалпы қорқыныш кішкентай кезден бастайықшы. Бала кезден бастасақ, қай кезден бастап баланың бойына қорқыныш бітеді? Енді бұл анасының құрсағында жатқаннан бастап деп кейде психологтар айтып жатады. Анасы қандай состояние болды, аяғы ауыр кезде бала да сол жағдайды денесіне қабылдап алады деп жатады. Ал негізі мынау 7 жасқа дейінгі баланың бойында жаңағыдай бүкіл программаның барлығын, ата-анадан алған программаның барлығын біз 7 жасқа дейін баланың бойында қалыптасып қалады екен. Сол себепті мүмкіндігінше 7 жасқа дейін балаға сондай керемет күшті нәрселерді көрсетуге тырысыңыздар, әсіресе жас ата-аналар. Көбірек сөйлесуге, көбірек жаңағыдай іс-қимылды жасап көрсету арқылы баланың бойына жақсы нәрселерді сіңіруге тырысыңыздар. Енді ана болғаннан кейін шаршайды, бала мазасыз болады, бала ұйқысы келмейді, баланың өзінің ішкі ойын, сезімдерін жеткізіп айта алмағаннан кейін көбіне жылайды, мазасы болғандықтан аналар жаңағы баланы көп жағдайда жаңағыдай қорқытып, үркітіп, анау келе жатыр, мынау келе жатыр деп қорқыту арқылы бейсаналы түрде баланың бойына, жаңағыдай миына, денесіне, тәніне жаңағыдай қорқыныштар травма ретінде қалып жатқан балалар да бар, шыны керек. Әсіресе қазіргі таңда неше түрлі жаңағыдай смартфон арқылы қаншама неше түрлі қорқынышты ойындарда ойнап, балалардың өзі бейсаналы түрде түнде ұйықтаған кезде шошып оянып жатады.
оның өзі де кәдімгідей бір үлкен бір мәселе шыны керек. Егер де балаларыңыздың бойыңызда осындай қорқу, шошу жағдайы болып жатса, оны Access Bars арқылы бір сеанстың өзінде шығарып тастауға болады. Ол ешқандай қиын емес. Себебі менің практикамда қаншама балалар келді, балам қорқады, балам үрейленеді деп жаңағыдай сеанс жасау арқылы баланың жеңілденгенін өз көзіммен көрдім. Сол себепті мен сіздерге 100% сенімді айта аламын. Енді қарасақ, бұл жаңағыдай қорқыныш, реніш деген ол әрине ескі программа болып саналады. Біздің өмірімізде бір жағдай болған кезде көбінесе жаңағыдай қорқыныш қалыптасады. Енді қорқыныштың жаңағы бала кезден келе жатқан балалардың бойындағы қорқынышты айтып өттім. Ал енді ересек адамдардың бойындағы қандай қорқыныш? Соған тоқталайықшы. Ересек адамның бойында қазіргі таңда ақпараттың сондай ағып жатқан заманы, жаңа ақпаратты қабылдаудан қорқады. Не болмаса өстіп видеоға, камераға шығудан қорқып жатады, не болмаса қарыз кредитті төлей алмай қаламын келесі айда деген уайым, қайғы, стресс, жаңағыдай депрессияға түсіп кететін қаншама адамдар бар, болмаса ақшам болмай қалады, не болмаса жұмысым болмай қалады, не болмаса қызметі жайлы. Әйтеуір адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін өмірінде көптеген ситуацияларда адам бейсаналы түрде қорқып, үркіп арқылы осы программаларды миына қорқыныш есебінде жазып алып жатқан адамдар өте көп. Оның арты айналып келген кезде стресске апарады. Стресстің арты үлкен жаңағыдай депрессияға алып келуі мүмкін. Сол себепті осындай мәселе егер де бойыңызда болып жатса, иммунитетіңізді түсірмей, міндетті түрде бүгінгі таңда ересек позициясына көшіп, қорқынышты кетіруге болады. Мен есімді жинаймын, мен қайтсем де осы бойымдағы қорқынышпен жұмыс жасаймын деп ниет етіңізші. Ниет етсеңіз, Алла сізге керекті адамды да, керекті жаңағыдай маманды да сіздің алдыңызға келіп, сізбен жұмыс жасау арқылы осы нәрседен құтылуыңызға бірден бір мүмкіндіктері бар. Қазіргі таңда өте көп. Соның бірі, мен сіздерге енді кейс ретінде кейстарымды кішкене тарқатып айтқым келіп тұр. Себебі сіздер көру керексіздер, түсіну керексіздер. Менде жаңағыдай бойында 7-8 жыл, 10 жылдай қорқынышпен жүрген адамдар өте көп. Себебі бұл қорқыныш қайдан келді деп осы мәселенің түпкі себебін анықтасақ, адамның жаңа қайтыс болған кезде қорқып қалған, не болмаса жаңағыдай қатты қарызға кіріп кеткен, сол состояниеден шыға алмай, вибрациясы өте төмен түсіп кетіп, энергиясын көтере алмай қалған, одан депрессияға кіріп кеткен қыздар қаншама. Сол себепті жаңағыдай Access Bars'ты қабылдауға келіп, Access Bars'тың бір айналдырған бір 3 сеансын қабылдау арқылы, одан фейслифт деген бар, телесный терапия. Access Bars'тың жаңағыдай денеге жасалатын терапиясы. Сол терең жаңағыдай сеанстарды қабылдау арқылы 10 жыл, 15 жыл депрессияда жүрген қыздар Аллаға шүкір шықты. Қазір өте жақсы жағдайлары, қазіргі таңда өздерінің қызметтерін жасап, өмірлерінде сондай бақытты, қуанышты сәттерін көрсетіп, жекеме шығып, алғысын білдіріп жатады, Аллаға шүкір. Сол себепті егер де сіздің бойыңызда да осындай мәселелер болып жатса, орын алып жатса, міндетті түрде сізде жекеме шығып, осы мәселелерді реттеп алсаңыздар болады. Енді біздің кейбір адамдар бұл өмірдің тауқыметімен болып жатқан қорқыныш уайымдар, ал енді кейбір адамдар бала кезде жаңағыдай иттің қауіп алуы, болмаса биіктіктен қорқам дейді, не болмаса бір дауыстан қорқам, не болмаса бір дыбыстан қорқам, не болмаса бір артымда біреу келе жатқан сияқты деген состояниеде болатын адамдар көп. Әсіресе олар балалардың, ересектердің бойында көп деп кездеседі. Сол себепті міндетті түрде егер де бойыңызда осындай қорқыныш болып жатса, тізіп тұрып тізбектеп жазыңызшы.
менің бойымда қандай қорқыныш бар, мен неден қорқамын деп прям жазып шығыңыз. Именно сол қорқынышыңызды жазу арқылы ол мынау өмірдің любой бір сферасында кездесуі мүмкін. Ол жерде жаңағыдай барлық сезімдерді прям тізіп жазып шығыңызшы. Не нәрседен қорқасыз, қандай сезім келді, осы сезімде сіз қандай сезініп тұрсыз деген сияқты. Мысалы қарызға кіріп кететін сияқтымын деген бір мәселені алайық, иә, сол нәрсені қарастырып көрейік. Жақсы, қарызға кіріп кетсең не болады? Елдер мені жаңағыдай сыртымнан күледі, елдер мені мазақтайды деген мәселе келуі мүмкін. Жақсы, елдер сізді мазақтаса не болады? Вот осы нәрселердің барлығына сіз сұрақ қою арқылы жаңағыдай қорқыныштың түпкі себебіне барып, сол түпкі себебінен жаңағыдай сіз өзіңіз проработка жасап алып тастауға болады бұл қорқыныштарды. Яғни осындай ойлар келіп жатса, сіз қарызға кірдіңіз, қарызға кірсеңіз не болды? Яғни бұның барлығы бұл тек қана ой. Негізі қыздар, мен сіздерге айтайын, қорқыныш деген мүлдем жоқ. Сенесіздер ме? Мүлдем жоқ нәрсе. Вот соны естеріңізде сақтап қалыңыздаршы. Адамның бойында бұл қорқыныш 9 секунд тұрады. Просто біздің мына миымыз ғой. Негізі адамның миы бізді тәнімізді қорғау үшін берілген нәрсе ғой, иә? Бізді суықтан қорғау, бізді жаңағыдай бізге келіп тұрған қауіптен қорғау деген сияқты. Сол себепті біздің миымызда қайта-қайта жаңағыдай қорқынышты жіберіп отырады. Сол себепті біз өзіміз бейсаналы түрде сол нәрседен қорқамыз да и кері қарай шегіне береміз, артқа қарай. Сол біз кейбір жаңағыдай мамандар айтып жатады, сіз неден қорқасыз, сол нәрсеге қарсы жүріңізші деп. Мен мысалы сіздерге шынымды айтайын, осы видеокамерадан ең алғаш осыдан где-то 7 жыл бұрын қорықтым. Менде енді аудиториямен жұмыс жасадым, университетте сабақ бердім, иә. Қаншама алдымда бәленбай студент, жаңа поточный лекция болады бізде, 200 студентке дейін барады. Сол жерде 200 студентке сабақты емін еркін рахаттанып бере бересің, түсіндіресің, еркін жүремін, иә. Ал бірақ мен вот именно мына камераға келген кезде қатты қорқтым. Вот сол қорқынышымды жеңе алмай, кәдімгідей мамандарға барып жұмыс жасадым. И мамандарға барған кезде ол сразу сол моментте сіз неден қорқасыз деді. Мен вот именно камераға шығудан қорқамын. Камераға шығып, мен осылай сабақ өткім келеді, осындай нәрселерді айтқым келеді деп түсіндіріп жатырмын. Сол кезде айтады, онда давайте камераға шығайық деді да, сразу алды прямой эфирге қосып жібермей ме? Прямой эфирге шығам, ол жерде маған сұрақ қойып жатыр, мен шықтым. И қарасам, мен вот именно камераға шыққан кезде мен бойымдағы қорқыныш кетіп қалды. Сенесіздер ме? Сол сияқты біз сол қорқынышымызға қарсы жүруіміз керек. Егер де бойыңызда сондай бір қорқыныш болып жатса, все болды, ол менің ғана ойым. Бұл ойды мен тоқтатамын. Енді миға келген әрбір жаңағыдай мен фрирайтинг деген техника бердім ғой, сол техниканы да жасаңыздар. Келген ойдың бәрін дәптерге, қағазға түсіре беріңіз. Ой біртіндеп азаяды. Жаман ой келді ме, қолыңызды кішкене шымшып қалыңыз, шыны керек. Ол да тоқтайды. Ол да мықты көмектесетін техникалардың бірі. Одан кейін жаңағыдай ең кереметі сол қорқынышыңызды тізіп жазып шығыңыз. Неден қорқасыз? И сол қорқынышқа қарама қарсы жаңағыдай іс-әрекет жасап бастаңыз, жаңа мен сияқты. Сонда міндетті түрде ол әсерін береді. Яғни бұл менің ғана ойым, яғни ойды туғызып тұрған менмін, мен өзімнің ойымды бақылай аламын деген сияқты өзіңізді өзіңіз жаңағыдай көндіру арқылы, келісу арқылы бұл қорқынышты алып тастасаңыз болады. Ал егер де бұдан да қиын жағдай болып жатса, ол уже асқынып кеткен, ол уже тереңдеп кеткен, ол уже сіздің бойыңызда қайта-қайта уже шығара беретін қиындық туып жатса, онда міндетті түрде менің жаңағыдай аксессуар сеансыма келсеңіздер болады. Ол айналдырған бір 4-5 күннің ішінде, даже бір сеанстың өзінде может кетіп қалуы мүмкін. Әркімнің өзінің состояниясына қарайды. Бастағы 32 күндік немен жұмыс жасау арқылы осы қорқынышты кетіретін ең мықты бірден бір терапия деп айтсам болады. Алла қаласа, ниеттеріңіз болып жатса, жекеме шығыңыздар, хабарласыңыздар, қорқынышты біз жаңағыдай бірге жеңетін боламыз дегім келеді.
Ал бүгінгі күндеріңізге сәттілік, баршаңызға қайырлы білім болсын.